Ассалаумағалейкум барша көрермендерге, арнаға қош келдіңіздер. Видео енді басталып жатыр. Біз қазір Алматы қаласындамыз. Алматы қаласы блогерлер қаласы деп естіп жатырмыз. Бүгін біз енді 3 күнге келдік. Пока енді келдік та, автобустан түстік та, потом сразу үйге барамыз деп ойладық. Бірақ үй бос емес болып тұр. Сағат қазір 3 сағаттан кейін барамыз үйге. Оған дейін бір шамалы бір кітап оқиын деп отырмыз. Қарағандыдан кітап алған болатынбыз. Бірінші кітабымыз ол Дейл Карнегидің осындай кітабы. Для мысалы бұл кітаптың пайдасы мысалы адамның общение ұстау, жаңағыдай адаммен дұрыс сөйлесу дегендей ғой. Екіншісі ол тоже мотивация туралы, жастарға арналған, саморазвитияға арналған кітаптар. Реклама жасамай қойын, бірақ неден алдық? Сити Моллдан алдық Қарағандыға. Және де бояқты жақсы машиналар жүреді, мына кезде енді өздерің көріп отқандай Porsche Panamera. Бүгінгі видео қызық болады деген ойдамын. Лайк басыңдар, комментарий жазып кетіңіздер. Арнада, кстати, 500 подписчик болды. Рахмет. Давайте 1000 подписчикке жеткізіп тастайық. Мен үшін бұл мотивация. Кеттік анда. Біз бассейнге барғанда жатырық. Үйге продукт алдық. Анда очки бар менде. Қазір баратын боламыз. Далада жаңбыр жауайын деп тұрған сияқты, как будто. Жаңбыр жоқ. Бірақ бізге мешайт етпейм ол. Біз даладағы, бізде далада бассейн. Мешайт етеді. Замайты. Жаңаслашны, бәрі өшіп тұрмыз? Все, жағып тұр барлығы, нормально. Үйде бір шолып өтейік. Қанша дейін таксиді? 500 дейін ба? 500-ді жезған ғой бұл. 2 километрлік жер ғой. Как-то мен осындай бір хатчикала салып. Бұл енді мән бермей қойыңдар, короче, өзіміз тамақ істейміз ба. Біз бассейннен қайтып бара жатырмыз. Всегда бассейннен кейін қарын ашады. Обязательно бір нәрсе жеу керек. Үйге барған соң түсірем. Қалықтап жүремін бүкіл жерді айнала. Дубай, Мәскеу, Лондон, Париж, Астана, Мағай, қала ай. Ассалаумағалейкум достар, таң атып кетті. Ұйықтан тұрып жатырық. Таңғы асымызды ішіп алдық. Қазір қаланың центріне баратын боламыз. Біз қаланың центріне барған жоқпыз. Кеше келгелі только бассейнге ғана бардық. Соның өзінде уақыт біраз өтіп кетті. Бүгін центріне барып немесе Көктөбеге мінеміз деген ой болып жатыр. Бұйыртса солай болады. Бүгін Бақберген кетейін деп жатыр. Бүгін именно бүгін кешке қарай кетеді. Сол кешке дейін біз жүре тұрамыз. Осы Алматыда бармаған жерлерге барып дегендей көп интернеттегі видеоларды қарадық. Алматыда қай жерге баруға болады деген сияқты. Сол пока үйді жинастырып жатырық. Уже бір болып қалды. Қазір далаға шығатын боламыз. Жердің көтіне келдік. Қарасай, түсіріп алса, MVP 100 теңге шығар. Қымбат, жезғанда 200 теңге де. Жезғанда жоқ құда ғой. Дұрыс алдыңдар ғой дейсіздер? Біз Көктөбеге мінейін деп жатырмыз. Қазір автобусқа міндік. Не деп айтады дейді осы автобустар? Мерседес андай ше. Ұзын спринтер ма? Балам басы айналып отыр. Басым айналып отырған не ба? Білмеймін, шаршап отыр ма, ұйқысы келіп отыр ма? Шаршап отырсың ба? Жоқ. Енді я бағана автобуста да шеттің. Давление көтеріп жатыр басына. Әдемі жер. Қайтарда тсек, мақсатың анық болса деп. Қазір кетіп бара береміз канаттың аралары. Görüyorsun sonuçta. Не болды сонша? Асық.
Апай дейтін не бар екен мына кезде. Ресторан. Суретке түсіп аламыз, а? Мына жерде фотоға түсіріп жатыр. Біз де фотоға түсуіміз мүмкін. Қанша енді қымбат шығар енді бәрібір. Көру керек енді бір фото болса да түсуге. Естелік қой, күнде келіп жатқан жоқпыз. Көреміз қазір енді. Әдемі качествомен тез шығарып берсе жақсы ғой. А так былай не о чем. Біз суретке түсіп алдық. Мына жерде экранда тұр суреттер деп ше. Монтажбен қойып қойсын. Біз Көктөбеде жүрік пока. Қазір су аламыз. 15 минуттан кейін дайын болады деді фото. Оған дейін жүре тұрамыз. Күштіген бұлай, бірақ бәрі платный. Бір жаманы. Өзі прикол істейді, ше прикол ұстамайды. Мына кезде дәу мешіт бар екен. Кірейін деп отырған. Ана жақта арман қалып қойды. Намаз оқыламыз. Давай. Жамағат күн. Көресің заты іші қалай екенде, қандай. Ішінде көп сияқты адам. Мешітті видеоға түсірдім мен. Түсіріп алдың ба? Аха. Короче, біз родной бургерге бара жатырмыз, жаяу бара жатырмыз. Бағана автобусқа мінбеген болатынбыз, одан кейін түсіп, енді жаяу жүреміз біраз. Неше минут жүреміз примерно? 9 минут деп. 9 минут деп тұр, енді жақындап қалдық, значит. Ары қарай барып жеп көреміз, енді сендерге айтамыз қалай болған. Бургерде уже біз видеоға түсіп қалған ғой. Родной бургерде біраз тамақ жеп алдық. Бұна бағана түскен суреттер, Арманның суреттері. Мына кезде мен түскенмін деріс көп. Үйге бар мен. Родной өз суретімді. Мен. Бекжан, ваш заказ готов, Бекжан. Екі сурет. Все, дайын. Кеттік пе? Ал өзінің отзывыңды айтып жібер, родной бургер жайлы. Қадырбаев родной, от души саған. Сенің, короче, бағаларың бар ғой. Біздің Жизландағы тамақтардан қымбат десең. Наоборот қой, наоборот. Арзан, өте тиімді баға. Тоясың, еще фримен, коласын береді еще. Ал бізде бір-ақ рет чизбургер аласың 1000 теңгеге. Ал үйге келіп, желді жоқ. Біз үйге келіп, енді фотоалаткасы қараймыз, асықпай. Күнімізді продуктивно өткіземіз, кітап оқимыз. Қазір енді далаға шығамыз, воркаут площадкаға. Арқаның күні бүгін соны жасайтын боламыз. Бақберген несіне кетті? Мінді деп айтты ма? Короче, пойызына мінді. Қазір біз тойып тұрық шыны керек. Родной бургердің 1190 теңгенің бургердің өзі. Қасына кола мен фри бар. Жестко прям адамды тойдырады. Екіншісін ала салдым енді просто. Ұнап қалды да, арзан, қол жетімді бұл айтқанда. Өйткені Алматыда бүкіл нәрсе қымбат. Мен ойымша родной бургердің ценасы өзіне лайықты цена. Прям идеальная цена деп айта аламын. Сол, қазір. Стап кетті ма? Жестко. Че там не бар ма супермаркетке? Қазір воркауттан баратқанда или қайтарда нетеміз. Жалып қалмаймыз. Стик, короче. Біз Магнумда жүрміз. Қазір продукт аламыз. Мына жақта барлығы арзан, көбірек аламыз. Үйге келдік. Банан салдық төртеу. Әрең таптық үйді. Тауық болады екен просто біртүрлі непонятный жерде орналасқан. Сағатымыз қазір 12. Біз арбуз жейін жатырық. Кешеден қалған арбуз, еще тағы да бір күн арбуз алдық. Мына кезде сок алдық, 4 банан, мына жақта биос, жұмыртқа, қаймақ, сливочный барлығандай белковый заттар алдық. Ё-моё, брат, жауы жеш өзің, жауы. Сол Бақберген кетті, өзіміз двигаться етіп жатырық. Бүгін енді родной бургерге бардық, анау неге шықтық? Көктөбеге. Ертең енді Арбат па жаққа барамыз, центріне қаланың. Пока осылай выживать етіп жатырық. Рамион, доширак сияқты нәрселер әкеп қойдық. Енді жей салатын тамақтар алдық. Сол дұрыс деп ойлаймын. Пока осы. Қайырлы таң, бүгін біздің Алматыдағы 3-ші күніміз. Ұйқыдан тұрып жатырық, сағат 10:30.
Кеше арбуз жегеніміз ғой. Қазір енді таңертеңіміз, таңымыз судан басылады. Әрі қарай бүгін күнімізді далада өткіземіз, как всегда. Ертең 21-і кешке қарай мініп кетеміз пойызға. Сол короче бүгін продукт барлығы жеткілікті. Енді бүгін далада шығу ғана қалды, біраз нәрсеге баруға. Сол короче давайте онда кеттік. Овсянка жасап жатырық, оны жетеді бізге. 20 минут варить ету керек екен. Ровно 20 минутке қойып қоямыз ғой деймін. 6 кетті, короче, 25-те ма? Біз, короче, овсянка дайындадық. Мына кезде овсянкамен дайын. Қазір банан қосатын боламыз. И тамақтанатын боламыз. Біз қазір мега-центрға барамыз. Ар жағында кинотеатр ма, сондайға барамыз. Қазір автобусқа мінеміз, ЖК Донеш жағынан. Біз автобус күтіп отырмыз. 92-ші автобусқа мінеміз де Мегаға барамыз. 40 минутта жүріп барамыз. Аяқта өте таксистер көп екен, андай Glovo, Яндекс, сондай таксистер көп екен. Қазір жоқ. Күн енді суық емес, ыстық, бірақ жезғандай ыстық жоқ. Біз, короче, KFC заказ бердік. KFC дайын болады. Пока киноны қарап жатыр, қандай кино бар екен. Ал онда бізге ас болсын. Наггетсы, бургер. Фри. Біз тамақтанып алдық, KFC жеп алдық. 1900 теңгенің. Тема, я? Еще ана чизбургер, қалай шеф-бургер ма біздікі? Я, бокс, короче. Анжақ пешқан. Я, наггетс. Қойымды, короче. Мега-центрда тамақ жеп алдық, енді мороженое жейін деп жатырық. Мен ассорти алдым, Жекостың, Арман шоколадный алдым. Енді отырмыз. Күшті. Адамдар көп келеді екен, вторник болса да. Воскресенье күні вообще адам көп шығар. Қазір біз кинотеатрға баратын боламыз. Сағатымыз 6:30-7 болып қалды. Енді 2 сағат кино көріп, 9-ға қарай қайту керек. Мына кезде Цезарь дейтін кинотеатр. Осыған кіреміз қазір. Ең жақын болғаннан кейін. Черная вдованы көреміз ә? Көреміз ә? Білмеймін, қарашы трейлерін. Когда это Черная вдова? 8:30. Через полтора. Әлі 1,5 сағат бар оған. Бізге шамал қазірге дұрыс болатын еді, үйге ертерек қайтып. Город тайын дейді. Ол ертерек екен. Во всем кинотеатре такие фильмы, да? Во всех кинотеатрах. Көздерін көрші. Черная вдова ма? Город тайн. Біз 8:30-да кіреміз, әлі 1,5 сағат бар отыру керек осыға. Ең жақын болғаннан кейін бардық, 10:30-да шығамыз. Короче, өзің білесің ғой, мына космический джем көрейік, сознаваң көрейік. Қайсы күшті екен. Майкл Джордан де. Баскетболист ғой, білесің? Я сол күтсе ме не? Қазір жоқ, онда көру керек. Запаслась лет 5 назад. Как
вкус. Біз кино көріп болдық. Кино қалай? Кино тема. Кезена, фонарик. Кино тема. Тема дейсің ғой. Фантастика, боевик қой вообще. Марвел көрейін деді, черная вдова деп. Иә, түсінбеуі мүмкін адамдар. Алматы бар ғой, Алматы түнде әдемі, қараш. Иә, ночной город. Все, үйге келдік, енді ғана келдік. Сағатымыз 12 болды, ертең 1-де сағат таңертеңге қарай үйді босату керек. Қазір арбуз жейін деп жатырмыз. Ана жақта тағы да арбуз тұр. Кола, аны кеше бағана әкеп қойғанымыз. Бүгін күніміз өте жақсы өтті. Алматы жайлы айтатын болсақ, Алматыда 5 минут сайын емес, 3 минут сайын автобустар, жүре береді, троллейбустар жүреді, астында метро, көп онда жүретін. Сосын түнде, күндіз әртүрлі, Алматы әртүрлі. Түнде әртүрлі көрінеді, бір андай, басқаша көп көрінеді, әртүрлі көп көрінеді, баратын жерлер көп, мысалы, бір бассейн жабық тұрса, екінші бассейнға бара саласың, ол болмаса, кете бересің, баяқта таусылмайды. Мысалы, Жезқазғанда бірақ бассейн бар, оның өзі істемейді да, ертең. Ол істемей қалса, жүресің, оның біреудің бассейніне барып, қиын бассейн табу. Ал Алматыда спокойно кинотеатр болса да барлығын тауып алады, жақын жерден әсіресе. Енді программа болса, андай тугиз деген сол арқылы спокойно тауып алады. А так былай жақсы екен. Бұндай жерлерде андай жаяу жүру дейтін понятие жоқ екен, андай жолды былай кесіп өту, ол мүмкін емес ше, просто жабылып қала береді, андай заборлар шығып қалады. Сенде бір велосипед немесе андай электр самокат болмаса, натуре енді уақытың көп кетеді екен мына қалада жүру. Таксимен жүре беретін болсаң, ол Яндекс такси, олардың барлығы қымбатына, жақын тұрған жерге 1500-2000 теңге алады, 2,5 алады. Одан гөрі попутка жақсы ма дедім. Попутка ұстап, қайта үйге келдік, а то вообще 2000-ға ма келетін едік, какой-то бір. Сол Алматы қаласы маған ұнады. Өзінің бір атмосферасы бар, шамаландай. Бұл жаққа келгеннен кейін енді көп ақшамен келген дұрыс. Мен енді болашақта көшіп келгім келеді. Аяқта айтпақшы, біз блогерлерді кездестіреміз десек, кездестірдік. Бір 2 блогер бар, анау кім еді, который инстаграмда жүретін. Соларды бір неде көріп қалдық, анау бір супермаркетте көріп қалдық, ана жол барып еді ғой, сол супермаркетте көріп қалдық. Сол нормальный қала, жақсы қала, адамдары да нормальный. Бірақ көп местный емес сияқты, адамдардан сұрасаң қаяқтасың десе, мен Қапшағайдікімін, біреу Анаяқтікімін, Жаркенттікімін, әртүрлі Шайремдікімін деп, сол болашақта, жастардың қаласы деп айтып болады, жастар көп. Ол айтқанда барлығы дамып жатыр, бәрінде AirPods, құлақтарында AirPods жүреді. Сосын андай, қалай айтса болады, самокатпен көп жүретіндер көп, электросамокатпен. Сол біз ұйқыдан тұрып жатырық, қазір киімдеріміз жинаймыз да кететін боламыз. Пойызымыз сағат 6-да, бірақ біз 6 сағаттай жүре тұрамыз Арбат жақта. Осымен видео аяқталады. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, видео ұнады деген ойдамын. Алдағы видеоларды шығаратын болам, қызықты. Әрі қарай подписчиктер санын көбейтіп, лайк санын көбейтсеңіздер, барлығы да жақсы болады. Ендеше лайк басамыз, комментарий жазамыз, аман, сау.